Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, және лайк басып, және комментарий жазуды, және видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын салатым пунчоза. Пунчозаға қосатын қоспаларым болгар, және помидор, пияз, чеснок, және де ет, май. Ал енді бастайық. Бисмилла де пунчозамызды алып, үстіне кристаллик тұзымызды салып 5 минутқа қайнаған су құйып үстіне қойып қоямыз. Бетін жауып қойып қоясыздар. 5 минутқа артық тұрмау керек. Одан тұрса езіліп кетеді. Оған дейін біз болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды майдалап, шұқалап турап аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар. Одан кейін чесногымызды, пиязымыз турап аламыз. Енді газымызға таваны қойып, май құйып, оны қыздырып, және де үстіне пиязымыз саламыз. Пиязымыз шамалы қуырылған соң үстіне туралған етімізді салып қуырылып аламыз. Әбден қуырып аламыз. Сөлі шыққанша. Мендегі сиыр еті, осыны ұзынша етіп турап, осылай қуырамыз. Етіміз әдемі қуырылды. Енді үстіне кішкене су құямыз. Көп құймаңыздар. Кішкене ғана құйып, отты жай қойып, бетін бұқтырып қоясыздар. Одан соң сәбізді саласыздар. Сәбізді осылай салып аламыз. Одан соң болгар бұрыштарын салып, тағы жарты сағат или 1 сағатқа бұқтырып қоясыздар. Газдың отын жай қоясыздар. Етіміз пісу керек, сол үшін бұқтырамыз. Енді оған дейін қиярымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Мен бір қияр қостым. Осылай турап аламыз. Ұзынша етіп. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда неше түрлі рецептер бар, солмен қарап жасасаңыздар болады. Енді мен помидордың жартысын қостым, дәмін берсін деп. Өте керемет шығады салат, және де укропты турадым. Енді пунчозамыз дайын болды. Енді әбден суға жуып аламыз. Мұздай суға жуамыз. Қайта-қайта жуып алу керек. Өйткені крахмалы кету керек таза болып. Енді пунчозамызды алып, үстіне қияр, помидорын саламыз, және де жай етімізді, сәбіз, болгар бұрышын, қуырғанымызды осыны араластырып саламыз. Пунчозамыз араласты. Енді соя тұздығын құямыз. 1 қасық, ас қасықпен, және де кішкене жарты қасықтың ұшымен уксус құямыз. Және де базарда сатылатын пунчозаның приправасы бар. Соны саласыздар. Пунчозамыз дайын. Өте керемет салат болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.